Ассаламағалейкум баршаларыңызға. Қазақстан біріншілігінде 10 жасқа дейінгі ұлдар және қыздар арасында, 12 жасқа дейін ұлдар және қыздар арасында классикалық бағытта әлем біріншілігіне бас жүлдені кім ұтып алды, соны қазір айтатын болам. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте көрейік. Бізде 10 жас бойынша ұлдар арасында, қарап отырсаңыздар, Чимкент қаласында болған 130 ойыншы қатысқан екен. Түрлі Қазақстанның көрдіңіздер, облыстар, қалалары бойынша. Сол жерде бірінші орынды 9 жасқа, 10 жасқа дейін ұлдар арасында кім алды биылдыққа? Бірінші орынды бізде Жауинбай Алимжан деген жігітіміз алып отыр екен, 8 ұпаймен. Қай жақтың азаматы көрейік. Астана қаласынан келіп отыр екен. Құттықтаймыз. Бас жүлдені жеңіп отыр. Болшаков Нурали ініміз 7 ұпаймен 2-ші орынға иемденіп отыр екен. Максатұлы Рахим деген азаматымыз тоже дополнительный көрсеткіштер бойынша 3-ші орынға иеліп отыр. Құттықтаймыз. Бұл жерде енді айта кететін болсақ, 5 орынға дейін негізі жүлделер қарастырылған. 2-ші орын чемпионат Азияға барады. Мектеп средний школьник дейді, мектеп аралығындағы әлем чемпионатына деген сияқты небір жүлделер бар. Осы жерде осы 5 орынға дейін негізі жүлделер қарастырылған. Бірақ негізі бізге әлем чемпионатына Қазақстаннан кім қатысады, кім ұтып алды? Соны айтпақшымын. Міне Алимжанды құттықтаймыз. Бірінші орынмен ұлдар арасында, ал қыздар арасында бізде қарап отырсаңыздар 69 ойыншы қатысқан екен әр облыстан. Бас жүлдені кім жеңіп алды, қазір көретін боламыз. Мына жерде қараймыз. 9 ойыннан кейін бізде бас жүлдені Жуманбаева Алия деген қарындасымыз ұтып алған екен. Қай жақтың ойыншысы екен? Павлодар облысының ойыншысын құттықтаймыз. 2-ші орынды Филиппова Милана дейді. Ол бізде Алматы қаласы бойынша. 3-ші орынды Ледникова Елизавета дейді. Ол бізде Астана қаласынан келіп отыр екен. 1-ші орынды Жуманбаева Алия қарындасымызды құттықтаймыз. 8 ұпаймен уверенді, сенімді. Біздің Қазақстанның атын 10 жасқа дейін қыздар арасында әлем біріншілігінде өнер көрсететін болады. Құттықтаймыз. Енді қыздар арасында 12 жасқа дейін кім алды? Бірінші состав бойынша 70 қарындасымыз ойнаған екен Қазақстан бойынша. 1-ші орынды бізде Аманжол Ханзада деген қарындасымыз алып отыр екен. Ақтөбе қаласынан келіп отыр екен, облысынан. Құттықтаймыз Ханзаданы. 2-ші орында бізде Диас қызы Далия деген қарындасымыз, ол бізде Алматы қаласынан келіп отыр екен. 3-ші Өмірсерік Алима қарындасымызды құттықтаймыз. Ол бізде Алматы облысынан келіп отыр екен. Көріп отырсыздар, Астана алматылықтар өте белсенді шахмат бойынша көп жүлденің барлығын алып отыр. Міне Ханзаданы қолдаймыз. Әлем біріншілігінде Алла қаласа ішінен партияларын сол жерге барып жатқан кезде, сол жерде біліп жатсақ, қаншасыншы орын алды, ол туралы түсіретін болам. Осы әлем чемпионатында көрсететін қарындастарымызды қолдап қойыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ұлдар арасында бізде кім 1-ші орын алды? Қараймыз, состав бойынша бізде 113 адам қатысқан екен. Міне әр облыстан көріп отырсыздар. Рейтингі бойынша нәрді көрсетіп отыр. Бірінші бізде Смимов Марк деген азамат Алматы қаласы бойынша осында рейтингпен алматылықтар бірінші тұр екен. Бірақ олар орын алды ма? Қазір көріп жатамыз. Классика бағытында кім бірінші орын алған? 9 тур бойынша бізде бірінші орынды жоқ, Ержанұлы Ернұрды құттықтаймыз әлем чемпионатында. Сәттілік тілейміз бірінші орынмен. Жақсы нәтиже Қызылорда облысынан келіп отыр екен. Молодец, Қызылорда облысынан бірінші орын алып кетіп отыр, бұйырып отыр. 2-ші бізде Смирнов екен, Смирнов Марк азаматымыз. Бұл Алматы қаласынан 2-ші орынға иемденіп отыр екен. 3-ші орынды бізде Ахмет Сулейман бізде Павлодар облысынан келіп отыр екен. Барлығын құттықтаймыз жеңімпаздарды. Міне, сіздерге көрсеттім. 10 жаста кім орын алды, 12 жаста кім орын алды? Сұрақтарыңыз болса жазуды ұмытып кетпеңіздер. Осы біздің чемпиондарды әлем біріншілігінде сәттілік тілеймін барлығына. Сол әлем біріншілігі болған кезде қанша ұпай алды, нешінші орын алды, Қазақстаннан чемпион болуға бәріне сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше жолыққанша аман сау болайық.